Selam dostlar, sizlerle birlikte ben Akbo'da. Dostlar, ben қазір ауылдамын, сондықтан көп видео шықпай кетті, уақыт жоқ. Сондықтан мен бүгін блогты түсіріп бастадым. Мен қазір мектеп жақтамын. Ауылда Wi-Fi бар, сол Wi-Fi-ға келгенмін. Енді мен мектептен үйге қайтайын деп жатырмын. Үй алыста. Достар, далада жаман жел болып тұр, және жаман дауыл деп айтсам болады. Құмдар бүгін біз тауға шығуды жоспарлағанбыз, бірақ осыдан кейін шықпайтын болдық. Достар, жаңа теуіп келе жатқан және достар, мен телефонның зарядкасы өшіп бара жатыр. Үйге барып зарядкаға қойғаннан кейін видеоны жалғастырамын. Түсіріп. Достар, дала өте жаман, андай жел болып тұрғандықтан біз үйден шықпаймыз. Яғни біз қазір үйдеміз. Далаға шықпаймыз, сондықтан үйде ешқандай қызық жоқ, сондықтан блогты қазір түсірмеймін, бүгін түсірмеймін. Блогымды ертең жалғастыратын боламын. Достар, бүгінде дала өте жаман болып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай жел және аспанды бұлт жапқан. Вообще күн шығып тұрған жоқ. Жаңбыр жауып жатыр. Сондықтан біз үйде отырмыз. Вообще далаға шықпадық. Ал үйде ешқандай қызық жоқ. Сол отырмыз. Блогқа не түсіретінімді де білмеймін. Үйде отырмыз шулап. Дала суық. Свет жарық бір кетіп, бір келіп отырмыз. Дала әлі де суық, жел жаман болып тұр. Сондықтан бүгінгі блогты аяқтаймын. Бүгінгі видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де сау болыңыздар.